Тағылымды тәрбие бала болашағының іргетасы. Қазақта адам болатын бала алысқа қарайды деген мәтел бар. Әркез ата-ананың көз қуанышына айналған сәбидің бақытты болғанын қалаймыз. Қай кезде де мемлекет баланың үздіксіз дамуына инвестиция құюды тоқтатпайды. Биыл барыс жылында ел ертеңі өскелең ұрпақты қолдауға айрықша көңіл бөлінді. Бала болашақ, бала елдің ертеңі. Келіңіздер, көріңіздер, бастаймыз! Ой, керемет! Қоян, ұнады ма? Әрине ұнады. Балақай, саған да ұнады ма? Әр бала бір жұлдыз деген емес пе? Әрине ұнады. Сәлем балалар. Сәлем балалар. Бұл қандай мереке? Бұл не деген мереке? 1 маусым балалар күніне арналған үлкен мерекелік шара өтіп жатыр. Достар, бізбен бірге тойлағыларыңыз келсе, қалып тойлауға болады. Балалар, аю мен қоянды қалдырамыз ба? Балалар, ана келе жатқан барыс па? Барыс. Я барыс, соның дәл өзі. Сәлем достар. Сәлем. Мен сендерге хабарлама әкелдім. Балалар, мұнда жазу бар екен. Қане, кім оқи алады? Мен оқимын. 2022 жыл балалар жылы. Дұрыс. Биыл Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2022 жылды балалар жылы деп атады. Ой, тамаша! Керемет! Достар, балалар жылы құтты болсын! Балаларды қорғау күні құтты болсын! Рахмет, барыс! Балалар, рұқсат болса, мен де сендермен бірге мерекені тойлайыншы. Қызықты болсын деп бәріміз ойын ойнайықшы. Ойынның аты тәттіні тасымалдау деп аталады. Балалар, ойынның шарты мынадай. Қолымызды артымызға қойып, үстел үстіндегі тәтті кәмпиттерді ауызбен тасымалдаймыз. Күн шуағын төгеді, ел уақытқа сенеді, балаларға арнасын ақындардың өлеңі. Балалардың әнбағы, күлі батсын таңдары, ашық болсын жолдары, орындалсын арманы. Арман көп қой шынында, биік болсын шыныда, көп жақсылық жасайық балалардың жылында. Бала арман, бала бақ, шаттан айық балалап, жүрсін әркез балалар бақыт бағын аралап. Балалар мемлекетіміздің жарқын болашағының кепілі. Шығыстың ұлы ғалымы Әл-Фараби, жас жеткіншектеріңізді көрсетіңіз. Мен сіздердің болашақтарыңызды айтып берейін деген болатын. Жас ұрпақтың тәрбиесі адамзаттың мәңгілік тақырыбы. Биылғы жылдың балалар жылы деп жариялануы тегінен емес. Өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық бұл біздің жалпыұлттық міндетімізде атап өткен. Мемлекет басшысының бастамасы қолдауға лайық. Бала болашақ. Бала елдің ертеңі. 2022 балалар жылы құтты болсын. Аспанымыз ашық,
болашағымыз жарқын болсын. Арманы бір, үні бір. Аға ардақты әні гүл. Бақыт туын көтерген Балалардың күні бол.